Сәлем достар, менің арнама қош келіпсіздер. Бүгін варенье қосылған пирог жасаймын. Ол үшін қажетті нәрселерімізді дайындап аламыз. 3 стақан немесе 480 грамм. 1-2 рет елегіштен өткізіп алыңыз. Одан басқа сары май немесе маргарин 200 грамм, қант 1 стақан немесе 200 грамм, 2 жұмыртқа және 200 грамм варенье. Егер вареньеңіз, яғни тосабыңыз сұйық болса, оған 1 ас қасық крахмал қосуыңызға болады. Ендеше бастайық. Сонымен қоса қамырымызға 1 шай қасық не разрыхлитель керек. Қопсытқыш. Ең алдымен майды ертіп аламыз. Міне майымызды мынандай күйге дейін ерттік. Енді оны тегенеге құямыз. Енді оған қантымызды саламыз. Араластырамыз. Бір-бірден жарып жұмыртқаны саламыз. Енді ұнға қопсытқышымызды саламыз, араластырамыз. Сұйық массамызға ұнды елегіштен өткізіп саламыз. Менде міне 3 стақан ұн қосқанда тестаны мынандай болды. Әлде аздап ұн қосу керек. Қамырымыз дайын болып қалды. Менің қолданған жұмыртқаларым ірі, отборный. Сондықтан тағы да ұн салуға тура келді. 510 грамм кетті барлығы. 3 стақан және 1 ас қасық ұн. Осы ұнымыз міне, осы тестамыз дайын. Қамырымызды 2-ге бөлеміз. Бірдей емес, бөлікке бөлеміз. Міне сонымен қамырымыз дайын. Оны былай форманы дайындап қойдым. Ішіне қолмен немесе өзіңіз білесіз, оқтаумен де жаюға болады. Формамызды дайындап алдық. Енді оған вареньені тосапты саламыз. Алдында айтып кеткенде, егер де сіздің вареньеңіз сұйық болса, арасына 1 қасық, ас қасық крахмал салуыңызға болады. Вареньемізді салып қойдық. Енді мына қалған қамырды осыны жасап жатқанда морозилке салып қоюға болады. Сонан кейін теркадан теркалап бетін сөйтіп әрлеуге болады. Немесе жайып, қазір мен қалай көрсем солай істеуге болады. Енді сеу, нанымызды жайып аламыз. Жан-жағын осылай қалдыруға болады, немесе артарға жасасаңыз қайыруға болады. Қалған қамыр қайтадан жинап алдым. Пирог готов к выпеканию. Буду выпекать при 200 градусах где-то 20-25 минут. Варенье қосылған пирог 200 градуста 25 минут пісті. Енді бір 10-15 минут суытқаннан кейін жегілеріңіз келсе, жей бастауға болады. Қарағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар. Егер де видео ұнаса, лайк басып, каналыма жазылыңыздар.